Армысыздар, құрметті оқушылар мен студенттер. Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы, запастағы аға лейтенант Мұхатаев Мейірбек Шарипович. Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматы және қол пулеметі. Сабақтың түрі хабарлама, таныстыру сабағы. Сабақтың алдында қойылатын ең басты мақсаттарымыз. Бірінші, Калашников туралы қысқаша деректеме жасау, шығу тарихы және автоматты ойлап табуына себепші болғандар туралы, қарудың маңыздылығы туралы мәліметтер сіздерге беру. Екінші, АК-74 және РПК-74 қол пулеметін көрсету арқылы олар туралы толық мағлұмат жасау, артықшылығы және тағы да басқа жетістіктерін айту туралы қызығушылықты арттыру. Және үшінші, жарғы мен әскери ант талаптарына сәйкес өз қаруын толық білу, оны қолдану мен күтіп баптау, әрбір болашақ сарбаздың міндеті екенін ұғындыру және үйрету. Бірінші оқу сұрағымыз. Калашников автоматының шығу тарихы. Қай қару-жарақ шығарылған кезде оның өзін шығарған конструкторы болады. Демек, Калашников автоматын шығарған тұлға туралы біз тоқталып өтуіміз керек. Михаил Тимофеевич Калашников 1919 жылы қазанның 10-ында Алтай өңірінде Курия ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген екен. Атақты АК-74 автоматын ойлап тапқан өнертапқыш, 2 мәрте социалистік еңбек ері, Лениндік және Сталиндік сыйлықтардың лауреаты, техника ғылымдарының доктор атағына ие болған. Михаил 19 жасында 1938 жылдардан бастап өзінің әскери борышын атқарған. Әскерде механик, танк жүргізуші қызметін атқарып жүріп, танкты оқып үйрену мектебінде командир болып қабылданды. 1941 жылы Михаил Тимофеевич Калашников бірінші наградасымен марапатталды. Ол Ұлы Отан соғысына қатыса жүріп, жас танкист атанды. Фашистердің оғына ұшырап, ауыр жарақат алғаннан кейін госпитальге түсіп, достарының көмегімен сызу столын алдыртып, өзінің ең алғашқы пистолет пулеметін ойлап тапты. Ал содан кейін 1947 жылы атақты автомат Калашникова АК-47 қаруын ойлап тапқан. 1947 жылы Калашников автоматының жасалуы қару-жарақ саласында үлкен оқиғаға айналды. Бұл қару бүгінге дейін 60-70 миллион данамен шықты деген жорамал бар. Өнертапқыш Михаил Тимофеевичтің автоматы дүниенің барлық шетіне деген тараған десек қателеспейміз. 1945 жылы жеңістен кейін әлемде 60-тан аса соғыстар мен ірі қақтығыстар болған. Солардың 40-ында Калашников автоматы қолданылған. Осымен бірінші оқу сұрағымыз аяқталды. Екінші оқу сұрағына көшейік. Екінші оқу сұрағы. Калашников автоматының АК-74 ұрыстық қасиеті мен сипаттамасы және оның бөлшектері мен механизмдері. 5,45 мм Калашников автоматы АК-74 дербес қару болып саналады. Ол қарсыластың тірі күшін жою және атыс құралдарын құртуға арналған. Ұрыстық қасиеті мен сипаттамасы. Калибрі 5,45 мм, оқжатардың сыйымдылығы 30 ақ оқ сауыт, атудың көздеу қашықтығы 1000 метр, жер үсті нысаналары бойынша атыс қашықтығы 500 метр, ату жылдамдығы минутына 100 оқ сауыт, сүңгі пышақ салмағы 490 грамм, жарақталған оқжатарымен қосқандағы массасы 3,6 килограмм. Калашников автоматының бөлшектері мен механизмдері.
Оңғы бастырмасы газ түтігі, бекітпе, газ поршынымен қоса бекітпе жақтауы, қайтармалы механизм, оңғы қорабының қақпағы, оңғылық тежеуіш компенсатор, оқжатар, керек жарақ пеналы, көздеуіш құрылғысы, сүңгі пышақ, оңғы қорабымен соққыш ағытқыш механизммен көздеу жабдықтармен дүмі және тапанша сабымен, құндақ, сүмбі. Осымен екінші оқу сұрағымыз аяқталды. Үшінші оқу сұрағына көшейік. Үшінші оқу сұрағы. Калашниковтың қол пулеметінің РПК-74 ұрыстық қасиеті мен сипаттамасы және олардың бөлшектері мен механизмдері. 5,45 мм Калашниковтың қол пулеметі РПК-74 дербес қару болып табылады. Ол қарсыластың тірі күшін жою және атыс құралдарын құртуға арналған. Ұрыстық қасиеті мен сипаттамасы. Калибрі 5,45 мм, оқжатардың сыйымдылығы 45 оқсауыт, атудың көздеу қашықтығы 1000 метр, жер үсті нысаналары бойынша атыс қашықтығы 600 метр, ату жылдамдығы минутына 150 оқсауыт. Жарақталған оқжатарымен қосқандағы массасы 5,46 кг. 5,45 метр. Мына жерде жаз. Калашниковтың қол пулеметінің негізгі бөлшектері мен механизмдері. Оңғы қорабымен, соққыш ағытқыш механизммен көздеу жабдықтарымен дүмі және тапанша сабымен. Оңғы қорабының қақпағы, газ поршынды бекітпе жақтауы, бекітпе, қайтармалы механизм, оңғы бастырмасы газ түтігі, құндақ, оқжатар, сүмбі, жабдығы мен пенал, оңғылық тежеуіш компенсатор. Осымен бүгінгі бейне сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырма. Михаил Тимофеевич Калашниковтың өмірбаянын тереңдете зерттеу. Екінші тапсырма. Калашников автоматы мен қол пулеметінің ұрыстық қасиеті мен бөлшектері және механизмдерін атауын жаттап алу. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, оқушылар мен студенттер.